Жүрекке сөзбен жетпеген дүние әнмен жетеді. Музыканың құдіреті де осында. 1986 жылы желтоқсан оқиғасында алаңға шыққан жастар туралы елдің арасында екіұдай пікір қалыптасты. Билік көтерілісшілерді нашақорға, маскүнемге теңеді. Халық сеңдей соғылды. Дәл осы сәтте дүниеге келген бір ғана ән халықтың рухын көтеріп, іштегі болып жатқан ұлттық намысты қамшылады. Ол «Қара бауыр қасқалдақ» ән еді. Ал оның авторы кім екенін білесіз бе? Қара бауыр қасқалдаған естідік кішкентай кезімізде, осы желтоқсан оқиғасына байланысты шыққан ән, ағаларымызға, қандастарымызға шыққан деп естідік. Енді қазіргі уақытта естімей жүрік ол. Кім шығарғаны мен мысалы өзім білмеймін, бірақ әннің сөзін естуім бар. Оның авторын білесіз бе кім екенін? Қара бауыр қасқалдақ. Есімде бар, дәл қазір есім түспей тұр қазір. Қара бауыр қасқалдақ деп айтылады екен ғой. Қара бауыр қасқалдақ. Енді білмеймін, жатса жақта, сәл-сәл. Білмеймін. Авторын білесіз бе? Алтынбек Қоразбаевтың емес па? Алтынбек Қоразбаевтың несі ғой? Жоқ. Қандай? Қасқалдақ деген әнді естуіңіз бар ма? Естуім бар, бірақ есімде жоқ қандай. Авторын білесіз бе? Жоқ, білмеймін. Жоқ, ондайды естімедім. Иә. Сөзін білесіз бе? Жоқ. Қара бауыр қасқалдақ деген әнді естігеніміз бар. Қазақ мемлекетінің басына істеп жатқан кезеңде, қиын болып жатқан кезеңде туған әнді естігенбіз. Қара бауыр қасқалдақ деген сияқты қазақ мемлекетінің тарихын арналған, соның тағдырын басына қонған тарихын немесе қиыншылықтарын баяндайтын, содан туған, соның идеясынан туған әнді естіген болатынбыз. Желтоқсан оқиғасына байланысты ән кезінде естігенбіз. Авторы? Бесбек Аман. Желтоқсан оқиғасынан тұп-тура бір жылдан кейін дүниеге келген бұл әннің сөзін Есенғали Раушанов жазған. Ал әннің композиторы жерлесіміз Лесбек Аманов. 1987 жылы мен өзім Шардара ауданының түлегімін. Мәдениет бөлімінде жұмыс істеп жүрген кезімде бір нағашымның үйіндегі жеңгейдің туылған күні болды. Сол туылған күнге шақырылып, соның үйіне мен ертірақ барып қойған болуым керек. Жеңгем біразда ойбай айналайын Лесбекжан, жиен әрі деп күтіп жатыр. Сөйтіп отырып, енді маған шай берді. Сол жаңа кухняда отырып, қарасам бір жұлдыз журналы тұр екен. Жұлдыз журналын өзім бұрыннан жақсы көретін. Оның ішінде небір тамаша ақындардың поэзиялары, небір тамаша прозаик ақындардың жазушыларын сүйіп оқитын кезім ғой. Соны оқып, бүйтіп қарап отырсам, жұлдыз журналының орта бетінде Есенғали Раушанов 5-6 өлеңін жариялаған. Мына өлең өте керемет өлең екен. Есенғалидың біраз өлеңдерін оқып шықтым. Жалпы Есенғалидың мықты ақын екенін өзім білемін. Өте мықты ақын екен. Соның ішінде мынау Қара бауыр қасқалдақ деген өлеңі бар екен. Соған есім кете берді. Қайта-қайта оқимда сол кезде сол домбыра береді қасымда. Домбыраны алдымда, мынау бір өзі мазмұнды бір айтатын ойы бар, бір мұңды, әлде бір патриоттық па, сезім оянды ма. Мына бір керемет қой. Өлең екен ғой деп. Содан соң домбырамен бірден шырқап жібердім ғой. Қара бауыр қасқалдақ қайжақ құштың пыр-пырлап сазын қалдау сәбидің еңбегіндей мылқылдап қара бауыр қасқалдақ кері
қамықпа деп көңіл айтay үйе қалсам ес айдың үшін сол қайғы қаңғып келген жүрегі көлге пана болмайды ой үйе қалсам ес айдың үшін сол қайғы қаңғып келген жүрегі көлге пана болмайды ой Өз босаған бұл жердің тауы қыры белесі босағасын басқаға тастай мекен өнесі ғай қара бауыр қасқалдағы кері сиреп қалған тоғайға қамықпа деп көңіл айтay үйе қалсам ес айдың үшін сол қайғы қаңғып келген жүрегі көлге пана болмайды ой үйе қалсам ес айдың үшін сол қайғы қаңғып келген жүрегі көлге пана болмайды ой көлге пана болмайды ой ой көлге пана болмайды ой Қарабауыр қасқалдағаны саяси астармен жазылғаны Колбиннің де құлағына жеткен екен. Содан ол әннің сөзін жазған ақын Есенғали Раушановты дереу шақыртып алады. Колбин сұраған, бұл осында маған қарсы осында бір ән жазылыпты дейді. Оның ақыны кім дейді ол? Алматыда ғой енді. Біреулер айтқан болу керек. Есенғали Раушанов оның ақыны. Есенғалиді шақыртқан болу керек шамасы. Сол кейін Есенғали Раушанов біткен ғой. Геннадий Васильевич. Бұл әннің ішінде сізге қарсы ешқандай адамның аты жоқ. Наш Арал погибай. Сол кезде Мұхтар Шаханов ағамыз Аралдың проблемасын көтеріп жатыр еді. Одни птицы бұл жерде. Сонда Аралда қасқалдақ деген құс болады дейді. Арал өшіп тұратыр. Мен экологияға жазған бұны. Деп сөйтіп құтылдым дейді ғой. Есенғали. О, очень хорошая песня. Еще раз напиши деп айтты дейді. Осылайша Есенғали ақын бір қатерден өзінің тапқырлығымен құтылған екен. Бірақ қауіп бұлты мұнымен сейілген жоқ. Сол бір қиын кездерде Есенғали Раушанов Шардарадағы Лесбекке телефон шалып, заман құбылып тұр, ертеңгі күннің не болары белгісіз дейді. Мұны естіген сазгер Лесбек Аманов Қызылқұмның қойнауына сіңіп мал бағып кеткен екен. Негізі біздің қазақ халқының маңдайына біткен сазгер Шәмші Қалдаяқов еді ғой. Нұрқұса Тілендиев. Сол кісілерден кейінгі солардың сарқыты, сол асылдардың сынығы 85-ші жылдардан бастап бұл кісінің әндері шыға бастады. Сол кезде Мұқағалидың қызына арнаған өлеңіне соңген әсіресе бұның қатты дауысы шыққан әні Колбиннің жаңағы бізге елбасы келген кезде сол кезде Қарабауыр қасқалдаққа шықты. Қарабауыр қасқалдақ ол негізі патриоттық түрде жазылған. Сол кезде бүкіл Қазақстан, тек қана оңтүстік демеймін, Қазақстан бойынша Қарабауыр қасқалдақ бүкіл қазақтың рухын көтерді. Қарабауыр қасқалдақ әнінің мағынасын біреу түсінді, енді біреу түсінген жоқ. Бірақ жаңа стильдегі ән болғандықтан жастар арасында кең тарап, оған той жиындарда жаппай билеу етек алды. Сол бір кездері газет-журналдарда журналистер, өнер адамдары, жалпы зиялы қауым өкілдері бұл әнге билеуге болмайды. Халықтың рухын көтерген нағыз патриоттық әнге билеу, кешегі желтоқсанға қатысқан жастардың төгілген қанының үстінде билеу деген мағынадағы мақалалар жазылды. Содан беріде бұл ән көбіне желтоқсан оқиғасының қарсаңында айтылады. 1991 жылы Дінмұхамед Қонаев ақсақал Түркістанға зиярат етуге келген сапарында Лесбек Амановты арнайы алдыртады. Лесбек Аманов жөнінде айтатын болсам,
12 жылдың апрелінде танысқанбыз студияда. Мен қызымды Петропавлға ұзатқан кезде, сол кезде Леспек Аманов Қарабауыр қасқалдақтың авторы кім деп сұрақ қойғанда мен оны білмесе екем. Дегенменен мен Алла тағала кездестіріп, өзім өлең жазып, өзім халыққа қызмет етіп жүргенде осы кісіменен бетпе-бет кездесіп, сонда бұл кісіден танисыз ба мына кісіні деп сұрақ қойған студияның Өмірзақ деген азамат. Сонда мен бұл кісіні жоқ танымадым, енді Қарабауыр қасқалдақты білесіз ба дегенде, иә білем, өзім шығарғандай бір керемет бір неге түсіп, сонда мен Қарабауыр қасқалдақтың авторы Леспек Аманов, Гүлжан апай танымайсыз ба деген кезде мен, сөксі ма? Мен үшін ол Қарабауыр қасқалдақты шығарған автор Астанада, болмаса Москвада, болмаса шет мемлекетінде жүрген екен деп түсінеді екем. Кейін бұл кісімен таныса келе, мен өзім артынан жүгіріп, Қарабауыр қасқалдағанның өзінің ішінде дүние жүзін дүр сілкіндірген керемет өзінің бір орны, ойбалардай орны бар. Ал сазгер мен ақын 1993 жылы ғана кездесіпті. Есенғалиға мен Қарабауыр қасқалдағаны шыққаннан кейін 5 жылдан кейін жолықтым. 5 жылдан. Менің бір Ұлықбек Тұңғышбаев деген бөлім бар еді. Сол Есенғалимен дос екен. Екеуі де ақын ғой. Екеуі сырласып отырады екен. Сол кейін осында бір Шардар ауданында Леспек Аманов деген менің өлеңімді ән жазған екен. Сен соны білесің бе? Сен Шардар ақсың ғой деп сұрағым ғой. Ойбай, білгенде қандай. Ол өзім ағам болды. Бір ауылда, бір интернаттан қарағаны жеп, ол Сәуле Қарабекова менің әпкемен бірге оқыған, бір партада отырған. Онда сол Леспек Амановты бір көргім келеді, бір шақыртсы деген ғой. Алматыда тұрады. Өзі Гамбург университетінің профессоры құрметті. Ғалым жігіт, әлде де Алматыда тұрады. Сол бізді шақырған уақытында жолды билетін алып беріп тапсырған міне Шардарадағы жігіттерге. Сол мені шығарып салды ғой. Сол мені күтіп алды ғой ойда. Сол сөйтіп жолыққанбыз. Есенғалиді сонда көрдім. Алғашқыда әннің авторының кім екенін жұрт білгені жоқ. Түрлі кештерде Қарабауыр қасқалдағы авторы белгісіз халық әні ретінде орын алып жүрді. 90 жылдардың барысында Арқас тобы Өскемендегі гастрольдік сапарында өздері шырқап жүрген Қарабауыр қасқалдағы әнін өзіміз шығарғанбыз деп жариялапты. Сол жердегі бір топ шымкенттік азаматтар бұған реніш білдіріп, жоқ, бұл ән сендердікі емес, оны шығарған өзіміздің шардаралық сазгер Леспек Аманов депті. Сол жерде арқасықтар көпшіліктен кешірім сұраған деседі. Леспек Аманов қазір Шымкенттегі халық шығармашылығы орталығында жұмыс істейді. Сазгердің бүгінде 300-ге жуық әні бар. Көпшілігі халық әні болып кеткен. Оралыңның барында ойнада гүл, бауырлар тобының орындауындағы біздер де ғашық болғанбыз. Күләш Ахметованың сөзіне жазылған қыз ұзату, Мұқағали ақынның сөзіне жазған әйелдер ай қандайсыңдар, Шолпанға, Ақтұрғын әндері халықтың сүйіп тыңдайтын шығармаларына айналған. Бүгінде Леспек Аманов Гүлжан Сұлтан қызымен бірлесіп, Қарабауыр қасқалдағы әнінің жалғасы ретінде Қарабауыр қасқалдақтың қайран уақыты деген жаңа әнді жарыққа шығармақшы.